Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазбек би елді мекенінің халқы өз ауылына өздері иелік етіп, індеттен сақтану шараларын жасауда. Олар өз күшімен ауылдың кіреберіс көшелеріне қақпа орнатып, кірген шыққандардың денсаулығын тексеруге кірісті. Сондай-ақ әрі-бері өтетін автокөліктерге де дезинфекция жасайды. Ал ауыл ақсақалдары болса, жағдайы нашар отбасыларға көмек көрсетіп, дүкендердегі азық-түлік бағасын көтеріліп кетпеуін қадағалау алған. Бұл тірлікті ауыл жастары тәулік бойы кезектесіп атқарады. Елді мекенге кіріп шыққан әрбір көлікті арнайы сұйықтықпен жіті тазартады. Ол үшін мақта мен бау-бақша зиянкестеріне қарсы дәрі шашу кезінде қолданып келген құралдарды пайдаланып отыр. Сақтану есебінде мынау қазір көріп отса, анау шашып атқан ыдысы қауынға дәрі шашатын. Соны алып қазір өзіміз ауылдан ел болып ақша жинап, сөйтіп жаңа хлорын алып, күлген машиналардың бәрін дезинфекция істеп жатырмыз. Қазбек би ауыл округінің құрамында 5 елді мекен бар. Ауылдардағы 12 азық-түлік дүкені тұрақты жұмыс істеп тұр. Тауар бағалары да бұрынғыша. Қысылтаяң сәтті пайдаланып, заттарды қымбаттатқысы келгендерді ақсақалдар алқасы ортаға алып жөнге салады. Азық-түлік жетіспеушілік болып жатқан жоқ. Баға тұрақтануда, шектің мәнінен асып отқан баға жоқ. Азық-түлік тұрақты түрде келуде бізге ауылымызға. Қазбек бидің белсенділері көмекке мұқтаж жоқ жітік, жалғыз ілікті, табысы аз ауылдастарының жағдайында ұмытқан жоқ. 11 мыңнан астам халық тұратын округте 120-ға тарта жағдай төмен отбасы тіршілік етеді. Оларға ауылдағы қалталы кәсіпкерлер, іргелі шаруа қожалықтары, тіпті туған жерден жырақта жүрген азаматтарға дейін жәрдем беруде. Отбасына нашар, экономикалық жағдай нашар азаматтарға отбасына көмектер көрсетілуде. Сонымен қатар Жетісай аудандық больницасында емделіп атқан азаматтарға, азаматшыларға біздің активистер оларға да көмек беруде дайындалуда. Жетісай ауданы бүгінде өңірдегі ең ірі індет ошағына айналып отыр. 20 азамат вирустың құрығына іліккен. Ауыл азаматтары осындай шақта жергілікті биліктің көмегіне иек артпай-ақ, өз күшімізбен сырқаттан сақтанамыз деп, осылай тынымсыз әрекет етіп жатыр. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.